Құрметті әріптестер, ұстаздар. 132-ші Түймебай Айтбаев атындағы орта мектебінде білім беру саласындағы кәсіби шеберлік пен шығармашылықты дамыту мақсатында еңбек өтілі 10 жыл толған педагогтар арасында ұйымдастырылған үздік сабақ сайысы болатындығын хабарлаймыз. Ұстаздық тек мамандық емес, ол үлкен жауапкершілік пен ғибратты міндет. Ұстаздың әр сөзі, әр ісі, әр әрекеті оқушының болашағына жол сілтейді. Шәкірттерге білім мен тәрбие беру арқылы ұстаз өзінің жүрегінен шуағын, ақыл кеңесін, тәжірибесін арнап, олардың санасын оятуға, рухани байлығын арттыруға ұмтылады. Бұл сайыстың мақсаты педагогтардың пәндік сабақ беру қабілетін шыңдау, кәсіби дағдыларын дамыту, шығармашылық әлеуетін арттыру және сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастыруды жаңа әдіс-тәсілдермен, озық тәжірибелермен бөлісу алаңы болмақ. Бұл сайысты ұйымдастыруда білім берудің тиімді және инновациялық тәсілдерді айқындала түседі. Осы сайыс арқылы әріптестеріміздің сабақ өткізу шеберлігін, жаңашылдыққа бейімділігін, әдіс-тәсілдердің тиімділігін, сыныптан тыс іс-шараларда оқушымен байланыс орнатудың жаңа жолдарын сараптап, тиімділігін таңдай аламыз. Сонымен қатар, біз өз сабақтарымызға жаңа көзқарас, әдіс-тәсілдермен жаңғыртуға, оқушылардың қызығушылығын арттыратын тәсілдерді қолдануға мүмкіндік аламыз. Сайыс соңында әрбір қатысушының педагогикалық тәжірибесін жаңа қырынан көріп, оларға білім беруде жаңа жігер қалыптастырамыз. Бұл сабақтар оқушылардың білімін сапалы түрде арттыруға бағытталатын болады. Мұғалімдер арасындағы тәжірибе алмасу нәтижесінде біз білім беру саласындағы өзіміздің шеберлігімізді арттырып, оқушыларға ең жақсы білім мен тәрбиені ұсыну жолында бірге жұмыс жасаймыз. Үздік сабақ, үздік нәтижелерді көздеп, бізді жаңа белестерге жетелейтін тың идеялар мен шешімдерге толы болсын деп сенеміз. Сайыс қаңтар айының 27-сі мен 31-і аралығында болады. Барлық әріптестерді кесте бойынша ашық сабақтар мен сыныптан тыс шараларды көруге, қатысушы педагогтарға қолдау білдіруге шақырамыз.